Абай облыстық төтенше жағдайлар департаментінде аймақтағы өрт қаупі жағдайына арналған баспасөз мәслихаты болып өтті. Аталмыш кездесуде департамент басшысы Манарбек Шапағатов алғы сөзбен ашып, өз сөзінде облысымыздың көптеген аудандарында құрғақшылыққа байланысты орман мен дала өрттерінің қаупі артқандығы жайлы мәлімдеді. 6 сентября 2022 года в городе Курчатов, в районе города Курчатов произошел природный пожар на площади 40 гектар. Возгорание ликвидировано силами аварийно-спасательного формирования Национального ядерного центра города Курчатов. Ликвидация данного пожара 7 сентября этого года. Сонымен қатар апта ішінде Абай ауданында да 300 гектар аумақты қамтитын дала өрті орын алған. Алайда аңызақ жел екпінінің артуына байланысты қызыл жалынмен күрес өрт сөндірушілерге біршама қиындық тудырыпты. Табиғи апатты жоюға 143 адам және 25 техника жұмылдырылған. Олардың ішінде төтенше жағдайлар департаменті, жергілікті атқарушы органдардың және ішкі істер органдарының да күштері бар екен. В том числе силы департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов и органов внутренних дел. Кездесу соңында төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Манарбек Шапағатов аймақ тұрғындарынан өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауды және орманда болуды шектеуді сұрады. Не допускать палов травы и разведения костров. Будьте осторожны с огнем при посещении степных и лесных массивов. Жарма ауданының жаңадан тағайындалған әкімі Жарқынбек Байсабыров жұмыс сапарын аудан орталығы Қалбатау ауылының тыныс-тіршілігімен танысудан бастады. Ол сапары барысында елді мекенді дамыту мен абаттандыру, инфрақұрылымдық жабдықтау мәселелеріне баса көңіл бөлді. Көше жолдарын жөндеу, қоқыс шығару бойынша қызмет көрсететін жеке кәсіпкердің жұмысын жетілдіру, контейнер орындарын бекіту, көше жамдарын жаңғырту мәселелері бойынша Жарма ауылының әкіміне тапсырмалар берілді. Сондай-ақ ағаштарды кесіп, шағын саябақты қалыпқа келтіру, инфрақұрылым нысандарының эстетикалық келбетін жақсарту, сенбілік өткізу сынды іс-шараларда назардан тыс қалмады. Барлық мәселе бақылауға алынып, тиісті шешімдер қабылданатын болады, деді Жарма өңірінің әкімі Жарқынбек Бұрашұлы өз сөзінде. Бородулиха ауданының әкімдігінде кеңейтілген аппарат отырысы өтті. Ауылдық округтердің әкімдері мен дербес бөлім басшылары қатысқан жиында өңір басшысы алдағы уақытта атқарылатын жұмыстар мен іске асырылып жатқан жобалардың уақытылы әрі сапалы орындалуы қажеттілігін айтты. Сондай-ақ аудан аумағында келесі жылға жоспарланған жобалардың жобалық сметалық құжаттамаларын даярлау, қажетті есептеулерді жүргізу, ойға алған істерді бекіту мәселелерін пысықтады. Өңір басшысы өз сөзінде ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына тікелей әсер ететін жобаларды жүзеге асыру жолында тыңғылықты жұмыс атқарылуы керектігін жеткізді. Сонымен қатар аппарат отырысында аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы 4 қыркүйек күні Петропавловка, Бақы және Таврия ауылдық округтерінде өткен әкім сайлауының қорытындылары туралы ақпарат берді. Бүгін Абай ауданының әкімі Нұржан Оразбекұлы жұмыс кестесіне сәйкес Мұхтар Әуезовтің 25 жылдық мерейтойына байланысты Қарауыл ауылында іс-шаралар өтетін орындарды аралады. Өңір басшысы атқарылып жатқан жұмыстарға байланысты бірқатар тапсырма беріп, оларды сапалы жүзеге асыруды жауапты сала басшыларынан жүктеді. Сонымен қатар, заңға жазушының мерейтойына байланысты аудан басшысының нұсқауымен аудан орталығында орналасқан Мұхтар Әуезов саябағын абаттандыру және жөндеу жұмыстары жүргізілді. Мұндағы бюст пен Абай жолы стелласы қайта қалпына келтіріліп жаңартылды. Бұған қоса облыс әкімі Нұрлан Нұрхаевтың тапсырмасына сәйкес еңлік кебек кесінесі қалпына келтірілуде. Атылған жұмыстар қыркүйек айының соңына дейін аяқталады, дейді аудан басшылығы.